Күйеуі қызғаныштан ұрып өлтірген келіншектің туыстары марқұмның сүйегін қазып алып, қайта сараптама жасатуға мәжбүр болды. Әңгіме аттың құйрығына байлап алып сүйреді деп ел шулаған Айзат Жұманованың ісіне қатысты. Аса ауыр қылмыс жасап, оның ізін жасырмақ болғанын мемлекеттік айыптаушы мәлімдесе де, күдікті кінәсін мүлде мойындамай отыр. Тақырыпты тілшіміз тарқатады. Жетісу өңірін дүр сілкіндірген оқиға 22 маусымда Ақсу ауданына қарасты Баласыз ауылында болған. Айзаттың телефонмен сөйлескенін және оған SMS хат келгенін көрген күйеуі кімнен екенін айтуды талап еткен. Әйелінен жауап ала алмаған соң сыраға сылқия тойып келіп, көшеге шығарып, соққының астын алған. Бірнеше сағат бойы тепкіден келіншек ес-түсінен айырылған. Қылмыстың қандай қатыгездікпен жасалғанын мемлекеттік айыптаушы жеткізді. Жұманованың өмірлік маңызды бөліктерінен, ағзаларынан, яғни бас тұстарынан, одан әрі аяқ қолдарымен бірнеше рет соққылар жасап, соңғыны есінен тандырып тастап, оның ес-түссіз жатқанына қарамастан және өмірлік тірі күйдегі белгілерін көрсетпегеніне қарамастан, Жұманованың қорғансыз денесінен бірнеше рет өзінің аяқ қолдарымен көптеген қатты соққылар жасап, дене жарақатын келтірген. Артынан қылмыстың ізін жасыру үшін көлігімен ауруханаға апарған. Алайда келіншек жан сақтау бөлімінде көз жұмған. Бірақ туыстарына суыт хабарды бірден айтпапты. Ауыр қылмыс 2 жасар қызының көзінше жасалған. Жақындар Айзаттың аяғы ауыр болуы мүмкін екенін айтады. Күйеу баласының туыстары кешірім сұрап та келмеген. Менің сіңлім Жұманова Айзат Марат қызын күйеуі Баласыз ауылында ұрып соғып өлтіріп, басында өзі құлап өлді деді. Одан кейін бізге хабарды дер кезінде бермеді. Дер кезінде бермегендіктері өздері істі жасыруға тырысқандықтан, енді біз арғартай соттың шешімі адал шығады деген ойдамыз. Сотталушыға бастапқыда абайсызда адам өлтіру бабы бойынша іс қозғалыпты. Қылмысқа қасақана барғанын дәлелдеу үшін жақындары мәйітті қайта қазып алуға мәжбүр болған. Ал сотталушының өзі тағылған айыппен келіспейді, әрі өз әрекетіне өкініш те білдірген жоқ. Айзаттың өкінішке орай денесін жерден қайттан қазып алып, эксгумация жасатып, қосымша сараптама жүргізген болатын. Соның салдарынан, соның нәтижесінде қазіргі таңда мынау қылмыстық іс 99-ші бапқа ауыстырылды, яғни қасақана адам өлтіру. Және осы баппен әрине басынан біз жаңағыдай 106-ші баппен келіспей, осы 99-ші бапқа ауыстырылсын деп өтініш хаттар жіберілген болатынбыз. Сот медициналық сараптама қорытындысында келіншектің басы жарылып, жамбасының сынғаны, қылмыстың аса қатыгездікпен жасалғаны көрсетілген. Марқұмның жақындары мен қорғаушысы күдіктіге 15 жыл сұрап отыр. Келесі сот отырысы 5 желтоқсанға белгіленді. Ұлан Тәліпбай, Сағындық Нарық, Жетісу облысынан.